Сәлеметсіздер ме оқушылар? 9 класста өтетін қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақты мен Ақтөбе қаласы номері 35 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі Танатарова Баян Молдабековна жүргіземін. Сабақтың тақырыбы күн энергиясы. Сабақтың мақсаты оқушыларды күн энергиясы туралы ақпараттық мәтінді тыңдап түсінуге, алған білімдерін жетілдіруге ынталандыру. Мәтін тақырыбын тірек сөздер, суреттер арқылы көтерілген мәселені болжауға дағдыландыру. Тақырыпты таныстыру арқылы өз ойларын жүйелі жеткізе білуге жаттықтыру. Мәтінді талдау біліктілігін арттыру. Күтілетін нәтиже: бұрынғы таныс білімді жаңа мәліметпен ұштастырады, мәтінді тыңдау арқылы өз көзқарастарын ашық та жүйелі жеткізе алады, ақпаратпен өз бетінше жұмыс жасау дағдысын дамытады. Бүгінгі сабағымызды күн энергиясы тақырыбы бойынша жүргіземіз. Қазақстан бүгінде баламалы қуат көздерін дамытуға ден қойғаны, еліміздің әр аймағында географиялық және климаттық ерекшеліктеріне сай жасыл энергетика жобаларын тиімді іске асыруға мүмкіндік бар. Мысалы, Алматы облысында баламалы қуат өндіруге арналған 28 жоба жүзеге асуы тиіс. Бүгінде соның тең жартысы іске қосылды. Аймақта ГЭСтермен қоса желден және күн көзінен қуат өндіретін шағын станциялар жұмыс істеп тұр. Соның үшеуі Қапшағай қаласының іргесіндегі Шеңгілді сілемінде орналасқан. Бұл жел энергиясын дамытуға өте қолайлы жер. Екі станцияның бірі 5 генераторлы мұнарадан тұрса, екіншісіне 7 жел мұнарасы орнатылған. Болашақта олардың саны 4-5 есеге дейін өседі деп жоспарланып отыр. Қапшағайда күн электр станциясы да жұмыс істеп тұр. Жалпы аумағы 6 гектар жерге монокристалды панельдер орнатылған. Соның 30% автоматты түрде басқарылса, қалғаны станционарлық батареялар. Алматы облысында алдағы 2 жылда осындай 4 электр станциясы іске қосылады. Алматы облысында баламалы қуат көзінің барлық түрін өндіруге болады. Жетісу жерінде 2025 жылға дейін қуаты 900 мегаватт жететін 35 жасыл жоба жүзеге асырылмақшы. Айта кетейік, Алматы облысы жылына 600 мегаватт электр қуатын тұтынады. Талдықорғаннан қуаты 500 мегаватт жылу электр станциясы салынатынын ескерсек, облыс алдағы 2 жылдың ішінде энергетикалық тәуелсіздікке қол жеткізеді. Оқушылар, өткен тақырыпты негізге ала отырып, баламалы энергия қайдан алынатындығын кластерге жазыңыз. Тапсырманы аяқтасаңыздар, оқулықтағы суреттерге қарап, аудио мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап беріңіздер. Баламалы энергия көздерінің бірі күн сәулесінен алынатын қуат. Әлемде көптеген елдер күн энергиясын қолданады. Күн сәулесінің энергиясы экологияны бұзбайды. Жер бетіндегі тіршілікке зияны жоқ. Күн энергиясын қолдану жердегі климатты сақтайды, әрі энергияны үнемдейді. Күнде секунд сайын 4 миллион тонна сутегі жанып, әлемге өте көп энергия бөлінеді. Күн энергиясының 30% ғарыш кеңістігіне тарайды, ал 70% жер бетіне түседі. Қазіргі кезде жер бетіне түсетін күн сәулесі баламалы энергия көзі болып отыр. Алғашқы күн батареялары 19 ғасырда Францияда құрылды. Дүниежүзілік көрмеде өнертапқыш Мушо айнаның көмегімен күн сәулесін қазанға бағыттайтын аппаратты көрсетті. Қазан газет шығаратын баспа мәшинесін іске қосты. 1953 жылы ақш ғалымдары күн сәулесін электр қуатына айналдыратын күн батареясын ойлап тапты. Күн батареясы күн сәулесінің энергиясын электр энергиясына айналдырады. Күн батареясы ғарыш кемелерінде, тұрмыста, техникада қолданылады. Күн батареясы тұрғын үйлердің шатырына орналастырады. Күн батареясы тұрғындардың өміріне зиян келтірмейді. Күн электр станциясының қоршаған ортаға зияны жоқ. Экология тұрғыдан таза, дыбыс шығармайды. Қауіпсіз пайдалануға ыңғайлы, өте тиімді.
Ол шамамен 30 жыл жұмыс істейді. Осы жылдың ішінде небары 1 килограмм күн кремнен жағады. Күн сәулесін пайдалану болашақта адамзат өмірін жеңілдетеді. Сабағымызды жалғастырамыз. Күн сәулесі туралы мәтінді оқыңыздар және берілген тапсырмаларды орындаңыздар. Суреттерде не бейнеленген? Күн батареялары қандай мақсатта қолданылған? Ол қаншалық тиімді? Қандай баламалы энергия көзі туралы естідің? Күн неге баламалы энергия көзі бола алады? Бірінші тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша менталды картаны толтырыңыздар. Келесі тапсырмада берілген кестені толтырып, мәтіннің мазмұнын өз сөзіңізбен айтыңыз. Сабағымызды қорытындылай келе, балық қаңқасы диаграммасын толтырыңыздар. Бірінші, балықтың басына мәтіндегі баламалы энергия көзін жазыңыздар. Екінші, балықтың қаңқасына күн электр станцияларының тиімділігін жазыңыздар. Үшінші, балықтың құйрығына күн энергиясының адамзат өміріндегі маңызын жазып, қорытыңыздар. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарыңызға рахмет.